Оқушылар, біз енді квадрат теңдеулерді шешудің өте көп әдістерін үйрендік. Квадрат үш мүшелердің түбірлерін таба аламыз. Енді біз осы үйренген білімімізді тағы да қандай есептерді шығаруда қолдануымызға болады. Бөлшектерді қысқартуға, квадрат үш мүшелерді көбейткіштерге жіктеуге, өрнектерді ықшамдауға да қолдана аламыз. Мынау теоремамен танысайық. Егер x1 және x2 сандары ax квадрат қосу bx қосу c тең болады 0 квадрат теңдеуінің түбірлері болатын болса, онда ax квадрат қосу bx қосу c үш мүшесін біз мына түрде жаза аламыз. Яғни көбейткіштерге жіктеп, a көбейтілген x минус x1 көбейтілген x минус x2. Мұндағы x1 және x2 квадрат үш мүшенің түбірлері. Осыған мысал қарастырайық. Бірінші мысал 3x квадрат азайтылған 7x қосу 2. Осы квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктейік. Жоғарыда көрсетілген теореманы қолданатын болсақ, бізге онда квадрат үш мүшенің түбірлері қажет. Көбейткіштерге жіктеу үшін онда бұл үш мүшені 0-ге теңестіріп теңдеу шешуіміз керек. Квадрат теңдеу шешудің әдістерін біз білеміз. Дискриминант табу арқылы шешейік бұны. b квадрат минус 4ac тең болады b минус 7-ге тең, минус 7-нің квадраты 49, азайту 4 көбейтілген a 3-ге тең, c 2-ге тең. Сонда 49 азайтылған мұнда болады 24 тең болады 25-ке. Енді x1, x2-ні тауып алайық. x1 тең болады минус b минус түбір астында d бөлінген 2a тең болады b минус 7-ге тең болса, мына минуспен плюс 7 болады. Азайтылған түбір астында d, яғни 25-тен тең түбір тапсақ ол 5 болады. Бөлінген 2a, 2 көбейтілген 3a 3-ке тең. Тең 7-тен 5 азайтсақ 2, 2 мен 2 қысқарғанда 3-тен 1 қалады. 3-тен 1. x2-ні табайық. Минус b плюс түбір астында d бөлінген 2a тең болады 7 қосылған 5 бөлінген 6 тең 12-ні 6-ға бөлсек 2 шығады. Сонымен берілген квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктейік. 3x квадрат азайтылған 7x қосу 2 тең болады. Формула мұнда тұр. a көбейтілген x минус x1 көбейтілген x минус x2. a біздің есебімізде 3-ке тең. Сонда 3 көбейтілген x азайтылған x1 көбейту x азайтылған x2. x2-міз 2-ке тең. Міне, квадрат үш мүшені көбейткішке жіктедік. Тең болады. Тағы да ықшамдап жазуымыз болады. Мына 3 деген санды екі жақшаның біреуіне көбейтсек болады. Бізге қазір бірінші тұрған жақшаға көбейткен ыңғайлы. Сонда 3 санын бірінші жақшаның ішіне көбейтіп жіберейік. Сонда не болады? 3x азайтылған 3-тен 1-ді 3-ке көбейтсек 1 шығады. 3x минус 1 көбейтілген x минус 2-нің өзін жазамыз. Міне біз квадрат үш мүшені осылай оңай көбейткіштерге жіктей аламыз екен. Келесі мысал, екінші мысал. Бізге бөлшекті қысқарту керек. 3a квадрат азайтылған 16a қосу 5 бөлінген a-ның 3 дәрежесі азайтылған 4a-ның квадраты азайтылған 5a. Осы бөлшекті қысқарту керек. Алдымен бөлшектің бөлімінде ортақ көбейткіш бар екен, соның жақшасына шығарып жазайын. Ортақ көбейткіш a, барлық қосылғыштарда a бар. a-ны жақшасына шығарсақ, мұнда a-ның квадраты қалады. a квадрат азайтылған 4a азайту 5 болады. Алымында 3a-ның квадраты азайту 16a қосу 5 болады. Енді не істейміз? Бөлшектің алымында бөлімінде алдыңғы мысалдағыдай көбейткішке жіктеп алайық. Бірінші
алымын жазып алайын. 3а квадрат азайтылған 16а қосу 5 тең 0-ге. Алымын 0-ге теңестіріп, түбірлерін табайын. А1 А2-ні. Дискриминант табатын болсақ, b квадрат минус 4ac тең 256 азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 5 тең болады 196-ға. 196 бұл 14-тің квадраты болар. Енді А1, А2-ні табайық. А1 тең болады минус b, яғни b минус 16 бізде, сондықтан 16-ның өзін жазамын. Азайтылған, түбір астында дискриминанттан 14 шығады, бөлінген 2а, 2-ні 3-ге көбейтем 6. Тең болады 16-тан 14 азайтсақ 2 бөлінген 6, тең болады 3-тен 1-ге. А2-ні табайық. 16 қосылған 14 бөлінген 6. 16-ны 14-ге қосамыз 30, оны 6-ға бөлсек 5 шығады. Сонымен бөлшектің алымын біз көбейткіштерге жіктей аламыз. Формула мынау. Сонымен көбейткіштерге жіктеп жазсақ, онда бізде 3а 3-ге тең, жақшаның ішіне жазам а азайтылған А1, А1 3-тен 1-ге тең. Және а азайтылған А2, А2 5-ге тең. Тең болады. 3-ті бірінші жақша көбейтіп жіберейік, онда 3а азайтылған 1 болады, бірінші жақшамыз, екінші жақшамыз а минус 5 болады. Енді бөлшектің бөліміндегі мына жақша ішінде тұрған квадрат 3 мүшені көбейткішке жіктеп жіберейік. А квадрат азайту 4а азайту 5 0-ге теңестіріп теңдеуді шешіп алайын. Түбірлердің қосындысы А1 қосылған А2 тең болады минус b-ға, яғни 4-ке тең. А1 мен А2-ның көбейтіндісі с-ға тең, яғни минус 5-ке тең. Келтірілген квадрат теңдеулерде. Қандай сандардың көбейтіндісі минус 5, ал қосындысы 4-ке тең болатын еді. Минус 1 және 5. А1 тең болады минус 1-ге, А2 тең болады 5-ке, тексеріп қарайық. Минус 1-ді 5-ке көбейтсек минус 5 болады, минус 1 мен 5-ті қоссақ 4 шығады. Орындалып тұр, олай болса түбірлері минус 1 және 5. Ендеше көбейткіштерге жіктеп жазайық. Сонда а минус А1, а азайтылған бірінші түбір. Бірінші түбіріміздің өзі минус 1-ге тең, 2 минус плюс болып кетеді. Сонда а қосылған 1, а азайтылған 5. Енді осы жіктелген көбейткіштерге жіктелген өрнекті әкеліп, мынау берілгенін әкеп қояйық. Сонда бөлшектің алымында не болды? Алымы бізде мынаған тең болды, 3а азайтылған 1, екінші жақшасы а азайтылған 5. Ал бөлімінде а бар, а көбейтілген. Мына жақшаның ішін біз бұлай көбейткіштерге жіктедік. Яғни а қосылған 1, а азайтылған 5 болады. Тең болады. А минус 5 алымында да бөлімінде де бар. Қысқарады, олай болса 3а азайтылған 1 бұл алымында қалды. Және а көбейтілген а плюс 1 бөлімде қалды.